Ең бірінші бел ағашынан тұрады. Содан кейін бөген, сирағы, жақтау, сабау және де тақтай. Бесік туралы ырым тегістер көп. Ең алдымен айтатын болсақ, ол бесікті бұрқаумен тербетуге болмайды, бесіктің бетін ашық қалдыруға болмайды, және де бесіктің үстіне зат алып беруге болмайды. Және де бесіктің салт дәстүрлері бар, ол тіштірма. Оны ауылдың қадірменді де құрметті анасы өткізеді. Ең алдымен шашуға келген май, құр, бауырсақтарын алып, ананың бөпектің астына кіргізеді, астынан жол жайылмағандарға ол естіледі. Және де ол біткен соң, қасында отырғандарға артынан қамшымен сабайды. Және де оны баланы тастамастан бұрын оның ішін отпен аластайды. Оты жанынан кіре-жіледе сақтасын деп, оны екі рет айтып аластап шығады. Содан кейін баланы сабады.